Саламатсыздар оқушылар. Отыра қойыңдар. Ал өткен сабақты пысықтап алайық. Шолу жасайық. Тақырыбымызға өткен кім сабақ айтады? Кім дайындалып келді сабағымызға? Ал Бексұлтан, сабақ айтамыз ба? Санжар. Төре, дайындалып келдік пе сабаққа? Бұлай сабақ өту сіз үшін қызықты ма? Дәстүрлі сабақ өту сіз үшін оқушылардың қызықтарын арттыра ала ма? Қалай ойлайсыз? Ендеше бұлай жасап көрейік. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Сіздерге ұсынылғалы отырған педагогикалық идеологиялық фестивалінің тақырыбы сабақта қолданылатын инновациялық әдіс-тәсілдерді жасанды интеллектіні пайдалану. Мақсаты баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту, оқыту процесінің тиімділігін арттыру, өзектілігі, оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын ояту, танымдық қабілеттілігін қалыптастыру, әлеуметтік мәдени тәрбие қалыптастыру, оқушыны шығармашылық жұмысқа баулу, оқушының уақытын үнемдеу, қосымша мәліметтер беру. Жаңа заманның талабына сай пән мұғалімдерінің шеберлігін арттыруда білім мазмұны мен оқыту технологияларының рөлі ерекше. Қазіргі өркениетті елдер тәжірибесінде жүзеге асырылып жатқан білім берудің жаңа моделіне, нәтижеге бағытталған білім моделіне сәйкес келетін оқыту технологияларын іріктеуді қажет етеді. Инновациялық әдістерді қолдануда мұғалім шеберлігі ерекше мәнге ие. Дәстүрлі оқыту жүйесінен тыс жасалған технологиялар оқытудың қызығуын арттырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын тудырады. Оқушының өз айналасындағылар мен табиғи бәсекелестігін дамытады. Дара тұлғалық белсенділігін күшейтеді. Өз бойындағы қабілетін саналы түрде ашуына қолайлы жағдай туғызады. Олардың адамгершілік сапаларын жетілдіреді. Көп жағдайда мұғалім түрлі талаптарды, әдістемелік нұсқаларды есепке алады да, оқушының қажеттіліктері мен қызығушылықтарын тыс қалдырады. Осы қателіктерді болдырмау үшін қазіргі заман талабына сай сабақты тиімді өткізу үшін жасанды интеллект қолдансақ, пайдалы сабақ болады деп ойлаймын. Сол технологияларды зерттеп пысықтап алу әр ұстаздың міндеті. Жоғарыда назарға ұсынғандай көңілді күйді көтеріп алып, сабақты амандасып бастаймыз. Сабақтың әр бөлімін мән береміз. Топқа бөлуде флиппити платформасы балалардың жақын достарымен бір топта отырғысы келетін сыныптың ұйымшылдығын арттыру үшін өте тиімді платформа. Өткен сабақты пысықтау үшін спиннер ойынын қолдансақ пайдалы болады. Бұл зейіні тұрақсыз оқушыларға жақсы көмектеседі. Сабақтың негізгі бөлімін QR, Learning Apps, Memories программаларымен өтсек өте пайдалы болады. Сабақты бекіту, Kahoot әдісін пайдалансақ, сабақтың соңында рефлексия, Padlet әдісін қолданамыз. Осылайша өзімізді де оқушылардың да уақытын тиімді пайдаланамыз. Актыға қызығушылықтарын арттырып, зейіндерін шоғырландыруға, сабаққа деген ынтасын арттырамыз. Қорыта айтқанда, оқыту процесінің нәтижелі болуы, мұғалімнің сабақ беру шеберлігіне, сабағын жүргізіп зейінін қойдыра білуінде, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды жасай алуына, сөйлеу мәдениетінің өсуіне ықпал етеді. Мұғалім сапасын арттырады, жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне қарай таңдап қолдана білсе, балаға білім беруде ұтарымыз анық. Көрнекі қайраткеріміз Жүсіпбек Аймауытов сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер дегендей, әрбіріміз өз сабағымызды түрлі әдіс-тәсілдермен өтетін болсақ, мемлекетіміз өркендеп, білімді ұрпақтарымыз көп болары сөзсіз. Назарларыңызға рахмет.